Армысыздар, құрметті отандастар. 27 шілде 2023 жыл сағат Астана уақытымен 17:58 мына бейне мен мына тақырыпта жасағым келеді. Украинадағы болып жатқан соғысқа байланыстырып, бізде елде біраз азаматтар бар, мінекей соны әңгіме қылып, басты тақырып қылмақшы қылып, мына елдегі саяси ахуалға сосын бұрмалап халықтың санасын қайда итереді. Міне қазір Украинада орыстарды жықса, украиндер, сонда бізде оң өзгеріс болады деп. Мен осы ойды, мынандай пікірлерін жоққа шығарғым келеді. Бұндай пікірді таратып атқан адамдар, мінекей оны басты тақырып қылып, қандай мақсат көздейді? Ең бірінші, Қазақстанның өзіміздің саяси өмірді тоқтату, саяси өмірді бұрмалап, мінекей анау Украинаға қолдаушы болайық, жақтаушы болайық деп, оны өзінің ырымын жасатып, жай қолдаушы сияқты болып көрсетіп, бір нәрсені тындырғандай, таңертең кешке дейін боғын езіп өтеді да, ал жалпы қазақ саясатқа жасамау керек, күту керек, қашан Путин жығылады. Бұл жерде мен өзімнің ойым жеткізгім келетін пікірім бұл сұрақ бойынша, Украина мынау орысты түбі жығады, себебі Украина артында Америка құрама штаттары тұр, Ұлыбритания және де мына дамыған мемлекеттер тұр батыстың, олар мүдделі. Ең мүдделі бұл жерде Польша, мына Прибалт республикалары, Литва, Латвия, Эстония. Ең мүдделі. Оның сыртында Ұлыбритания бұла орыс әлеміне өшікті. Мен қазір бұлай өзім түсініп тұрғаным, кезінде 2006 жылы Ресейдің арнайы қызметтері Британияда саяси баспана алған Литвиненко деген Ресейдің бұрынғы ФСБ-ның қызметкерін полониймен, жаңағы радиоактивті умен өлтіріп, бүкіл Лондон тік тұрғызған, 2006 жылы. Одан кейін 2018 жылы сол Ресейдің барлау қызметкерлері Скрипаль деген өлтіреміз деп, новичок уын кіргізіп, Лондон қасында бір кішкентай қала, Солсбери ма, Солсбери. Сол жерде есікке новичок шағып, Скрипаль өзі және оның қызы уланып, оларды сақтап қалды, бірақ бір британ азаматшасы қайтыс болып кетті, және полицейский басқа адамдарға үлкен зақым келді. Сөйтіп тағы да бір сілкіндірді. Мынау орыс әлемі, орыстың арнайы қызметкерлері, бұлардың киллерлері, жаңағы новичоктың бір духидің ішіне салған 5000 адамды өлтіруге болады. Полоний 2006 жылы солда жасаған дозасыларды кіргізген 5-6 мың адамды өлтіретіндей. Сөйтіп бұл варварлар мынау Лондонға басынып, осындай қыр көрсетіп, кейін мынау Ұлыбританияның жаңағы Скотланд Ярд дейді, басқа нелері қызметтері тексергенде, қылмыстық іс қозғағанда, мына Ресейдің ФСБ арнайы қызметтерінің әрекетін жаңағы не бойынша, Скрипальдардың бойынша, қараңыз не істеді бұлар. Тергеушілердің үйіне мынау Ресейдің арнайы қызметінің агенттері кіріп, есіктерін бұзып, ашып, кәдімгі залдарына барып түшіп кеткен. Кәдімгі түшіп кеткен, сөйтіп көрсетіп, біз түкіргеніміз бар сендерге, біздерге ештеңе істей алмайсың деп. Бұл да өзі, мына не болды, түрткі болды, Британия өшікті, Америка өшікті, мына орыс әлеміне, сөйтіп бұлар неге Украинаға күш қуат беріп, жаңағы жанжалға шығарып, мінекей соғыс жүрді. Ал енді бұл жерде Украина жеңуге, мен бұл неге мына егжей-тегжейін айтып жатырмын, Украина жеңгеніне мүдделі Британия, Америка, ал қалған жаңағы НАТО мүшелері солардың артынан жүреді. Себебі бұлар лидер, батыстың Британия және де Америка. Не мынау Украина үшін не жеңіс болып табылады? Украина ел үшін, халық үшін, билік үшін жеңіс болып табылады. Ресей әскерлері Украина жерінен сыртынан шығып кету керек. Қырым, мынау шығыс Украинаны босатып. Міне сол жеңіс деп есептеледі. Одан кейін бұлар шығарса, НАТО кіру керек. Олардың ойы бойынша НАТОға кіргеннен кейін болашақта кім орыстар кіре алмайды. Бұл жерде қазір біздің мынау жартыбастар деймін. Сөйтіп мінекей қарандар, Украиндар жеңсе, бізде бәрі шешіліп қалады. Күтейік деу,
ол тек қана жартыбастық емес бұлардың. Мына логика қабілеті жоқ, түсінігі жоқ саясатта, анализ жасалмайды, саяси аналитика жүргізе алмайды. Бұл былай таза қасақана жасап жатқан. Мына қазақ қоғамына, қазақ халқына күтіңдер, асықпаңдар, шыдаңдар, мынау имамдардан айырмашылығы шамалы. Шыдаңдар, өзі шешіледі деп, алдайды. Қараңыздар не болады. Мысалы, Ресей ар жаққа адырап кетсе, Путин шекарадан шығып кетсе, ол Ресейде өз жаңа айтқандай өзі процесстер кетеді, өзініңкі жаңағы құлдырау, қырылысады, азаматтық соғысқа айналуы мүмкін. Ал бізде Қазақстанда өзгеріс бола қоймайды. Билікті келіп бір шығып, Ерлан Карим ба, Қошанов ба шығып, халқым кешіріңдер бізге, ал енді жарайды, халыққа билік деген ондай болмайды. Билік үшін күрес қашанда болса да жүреді. Қытай өзінің амбициясын танытып жатыр. 18 мамырда шартқа тұрды. 19 мамыр күні үндеу жасады Қытайдың басшысы. Қазақстанда ешқандай түсті революцияға жол бермейміз деп, Тоқаевты қолдап тұрамыз деп. Міне, бір. Екінші, мінекей, мен көріп тұрмын, нақты саяси күш біздің көзімізше дрожжыда сияқты пісіп жатыр. Ол мына жалған діншілдер. Мынау теріс ағындар, мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, ол ешқандай дін жаңағы саласына жұмыс жасаған адамдар емес, сатқындар, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері, мынау Ақорданың бір бөлімі, мінекей, ашқы саясаттың бір бөлімі десе болады. Сөйтіп кадр мынау Тоқаевтың қолымен ФСБ бізге мына нелерді өсіріп жатыр, Талибанды. Ең күшті, қуатты, структурасы бар, ұйымшылдығы бар, тәртібі бар бір саяси күш осы мынау жалған діншілдер. Ал бұлар үшін, олар ашық айтып жатыр, бұлардың уақытшылары, бізге үлге Талибан, Афганистан. Міне ең қауіпті. Бұны бірден мына жартыбастар есепке алған емес. Бұл жартыбастар ешқашанда біздің жауды көрсеткен емес. Қашанда мен 18 жылдың бірінші қадам жасадым ба, Назарбаевқа үндеу жасатып. Келесі бейнеде мен айттым, елдегі ахуал қандай? Елдегі ахуал, міне, ешқандай тәуелсіздік, азаттық жоқ. Қазақстанда мінеки атқару, заң шығару, сот жүйесі жоқ. Бәрі иллюзия, бәрі қойылым, спектакль, бәрі қуыршақтар. Елді басқарып жатқан Кремль. Мынау 1989 жылы қалай қойды өзінің өкілін Кремль, Назарбаевты, сол басқарды деп. Ал бертінде мінеки былтыр қаңтарда арнайы операция өткізіп, олар басқаша жасады. Кәдімгі Афганистанда сияқты 27 желтоқсан 1979 жылы Афганистан президентінің ғимаратына шабуыл жасады. Арнайы қызмет Альфа деген қырып тастады бәрін, күзеттерін, кімді өлтірді, жаңағы Афганистан президентін. Сосын Бабрак Кармальды отырғызды. Бабрак Кармаль орыс оккупациялық жүйенің несі болып, өкілі болып отырды. Қасында орыстың генералдары. Сөйтіп, орыс жүйесі басқарды. Бізде дәл осындай ахуал, мінеки қазір елде былтырдан бастап орыс әлемін басқарып жатыр. Бұны мынау жартыбастар біреуі де әңгіме қылған жоқ. Бұлар жаңағы Назарбаев пен Тоқаевтың артына тартыс, қаңтарда халық революция шықты деп қиялданып тұр. Ешқандай халық, қазақ халқы былтыр революцияға шыққан жоқ. Мына сұмырайлардың арнайы операцияның жоспары бойынша провокациясына халық ұрынды. Оның сыртында Мамай, Абзал Құспан, әр аймақты сондай ұлттық қауіпсіздік комитетінің агенттері халықты далаға, алаңға шығарып, заң бұзған сияқты болып, әр адам өзінің рөлін атқарып, аңқау халық шықты, қызығып, халық көтерілді ғой деп, сөйтіп бұл халықты қырды бұлар. Мына орыс әлемі. Міне не болды? Ешқандай революция емес. Революция болатын болса, топас адам түсіну керек. Революцияны жасайды астанасында. Қай болса да елдің қанша дүние жүзінде 190 мемлекет бар ма? Мына оңында тіркелген жартысында революция жасалынса, Астанадан жасалды. Ешқашанда Астанадан 1200 шақырым жерден бірді нақұрыс жасаған емес. Тек біздің нақұрыстар осыны түсінбей, жартыбастар осындай интерпретация жасатып, халықты алдап сулап, халық батыр, халық битті, сөйтті деп алдап жүреді. Бұл жерде олар өздерін жаңағы мүдделерін көздеп, өздерін шығып саяси алаңға 90% нарцисс,
өздерін жақсы көреді, бейнеге түсіріп, қарап, коммент жинап, ең басты. Бұлар саясаткер емес, бұларда ешқандай саясат танитындай білімі, тәжірибесі, несі жоқ. Маған біраз азаматтар не қояды, талап қояды, претензия береді. Ержан, сен немене өзінше бәрін өзін ақылды болып көрсеткің келіп, бәрін беделін сүресің, таптайсың, жарты бас дейсің, сен кімсің деген сияқты. Сөйтіп, солай маған талап қойып, енді бұлардың сөзінде мен көп тұрмын, өкпе маған. Ержан сондай бір өзінің бәрінен жоғары сезінеді, көрсеткісі келеді. Ержан ақылды, қалған бәрі топас деп. Достар, олай емес, мен бұл жерде мына біреулерді жарты бас, ұйықтап жатқан агент, сатқан деп жатқанда, мына Ержан періште, қалғандар оңбаған деп, сондай мағынамен жеткізейін деп жатқан жоқпын. Мен жарты бас деп көрсетіп жатырмын. Мына саяси алаң, біз түсінуіміз керек. Ең маңызды халық үшін, қазақ үшін, жалпы мынау елдің азаматтары үшін кәсіп ол саясат. Саясаткерлер. Ал мына жерде көрінген, бір құдай біледі, қайдан шыққандарын. Ең басты мен претензия қоятын өзінің бір маманы, мысалы мен сұхбат сұрағанда адамның бірінші сұраймын, сен кімсің, маманың қандай, білімің қандай, сен сол маманда жұмыс жасап қандай деңгейге жеттің, мысалы. Ол оның беделін түсіру үшін емес, саясат алаңына мына өскен, піскен, асқан ең білімді, ең ақылды адамдар шығып, халықты өзінің артынан жүргізе алады, халыққа бағыт көрсете алады. Әрине, саясаткерлерді бұлай нақты институтта дайындамайды. Бар, сондай предмет дейді, саясаттану деген, политология. Бірақ нақты соны бітіріп, адам нақты саясаткер болып, көзі ашылып, көрсететінді ондай бермейді. Ол Алланың берген, жаратқан берген таланттар болады адамдарға. Ал бұл жерде мен көріп тұрмын, мына көбісі адамдар түсінбейді, саяси ахуалды, саяси анализ жасалмайды. Мына не болып жатқан анализ жасамақ түгілі, базалық нелері жоқ, ұстанымдары, базалық білім жоқ. Мен алысқа бармай-ақ қояйын, мынау Мамай деген бар алаяқ, оны біраз азаматтар саясаткер деп жүр, анау журналист дейді. 2 жыл бұрын ба, анау кім деген бар, жарты бас, кім Америкада тұрады, еркін қазақтар, фри казахи деген біреу, Ғани Стамбеков. Сол сұхбат алады. Кімнен? Мамай, Нақұрыстан. Жарты бас, Нақұрыстан. Сөйтіп 7 минут па, Ғани Стамбеков анадан популизм некенін жауабын аламай, 7 минут оған көмектесуге тырысады, былай қояды сұрақты, былай. Анау топас, популизм, ол қозғалыс, ол саяси күш, сондай саяси күрестің несі, тәсілі деп пуқ кетті. Популизм деген ол саясаткерлер қолдарынан келмейтін, жасалмайтын уәде береді, билікке бару үшін. Популизм дейді, баған түсіріп тастаймын, бензинді солярканы тегін қылам, пенсионный несінің жасынды 50-ге түсіремін. Осындай популизм дейді, қолдан келмейтін. Мына топастар базалық мынандай сұрақтарға түсінетіндей жағдайға жеткен жоқ, бірақ мына алаңға шығады да секен дейді. Соткаларын алып алады да, халқым бейт сөйт деп. Міне, мәселе неде жатыр? Мәселе мына Ержан басынып, бәрін жек көріп, көре алмайтын не демес. Саясат алаңына шықтың ба, сен сол неге өзін алып атқан жұмысына, кәсібіне сай бол. Мен басты сұрақты қоям ғой мына саясат алаңында жүрген адамдарға, кімсің, саясаткерсің бе деп. Бастың көбі тайып шығады. Тайып шықты. Кім? Еркін Рақышев тайып шықты. Рысбек Сәрсенбай тайып шықты. Кім? Хасен Қожахмет. Олар түсінеді, мына алаяқтар. Саясаткермін десең, үлкен бір сұрақтар бар, қайсыларына сен дайын болуың керексің жауап беруге. Ең басты сен қарулы болуың керексің, білімін болу керек, түсінуің болу керек, саяси сауатты болуың керексің. Ал бұл жерде біреулер шығады, мен патриотпын дейді да, сөйтіп тартылдата береді. Міне неде жатыр мәселе, жаңа жарты бас деген, және мен сондай жарты бастарды қатты сынап атқаным. Онсыз да 70 жыл халық миын улап, зомби қылуға тырысқан,
орыс әлемі. Назарбаевтың кезінде сол жұмыс жүріп жатты, мінекей 30 жыл. Одан кейін 4 жыл Тоқаев отыр, халықтың санасын деңгейін, малдың деңгейіне алып баруға жұмыс жасап жатыр бұлар. Сауатсыз қылып, анау надан имамдардың алдына аяққа зеге жыққызып, бұлар басқарады бас имамды, Қазақстан мұсылмандары дін басқармасын, ал аналар жаңағы надан имамдар, надан имам, надан халықты бағындырып, зеге тұрғызып, міне бұлардың саясаттары. Достар, осындай уақытта халық миын улаған уақытта мыналар келеді да, клоундар ештеңені меңгермейді, жаңағы айтты алаштың арыстары, халыққа қызмет жасау, ол білімнен емес, рухтан деп. Біз рухтымыз дейді. Айналайын, ол қай заман? Ой, сол алаштың арыстары алаңға шыққанда 100 жыл бұрын атам қазақ қандай неде тұрды, өмір қандай болды? Мал бағу ғана болды ғой. Мал бағалмайтын қазақ болды ма? Жоқ. Қазір не болды? Қазір заман өзгеріп кетті ғой. Қазір қазақтың 90% малды бағалмайды. Сен малды бер, қырып тастайды. Ал мынау өзгеріп кетті ғой. Бұл жерде қазіргі заман, бұл мінекей прогресс, ғылыми техникалық жаңағы прогресс, білімді болу керек. Заңдар шықты, тек еліміздегі заң емес, халықаралық заңдар бар. Халықаралық заңдар. Еліміздің парламент мүшелері, үкімет мүшелері бір шет елдің инвесторын бір қысып жеріп, олардың жаңағы өзінің сот жүйесімен бір қысымды жасатып, ананың бір нәрсесін тартып алса, ит қылып жереді. Мысал бар ғой бізде. Стати деген жай жеке бизнесмен бір кішкентай Молдован $500 миллион соттың шешімімен шығарып алып, ал бұл инвестиция жасады ма 220 миллионға ма, бір құдай біледі, $500 миллион соттың шешімін шығарып, ит қылды. Бүкіл республиканы $24 миллиард тірідей ақша, бізде тірідей ақша сол маңайында 25 миллиард. Америка банкында тұрған, соның жаңағы арест жасатып, Назарбаев 17 жылы 17 қаңтар күні Америкаға барып, зеге жығылып, Трамптан мынаны босатып берші деді. Сонда Трамп мынау қой, баран, қазақтың баранына иығынан қағып $7 миллиард қалдыр инвестиция ретінде. Бізден самолет, тепловоз, мынаны саттық ал, қалғанын босатайын деді. Мынау соған шарт қойып отырды. Міне, неде жатыр мәселе? Бұрынғыдай болмайды. Мен рухым жетеді, болды деп. Жоқ, бұл жерде білім, тағы да білім. Әрине рух болу керек, әрине мінез болу керек. Қосымша. Сондықтан мен біреулерді жарты бас деп атқаннан, ол жаңағы басынып, басқан менсінбегеннен емес, мен халыққа назар аударып жатырмын. Мына топастар алаяқтар. Бұлар көбісі мына сатылған ұлттық қауіпсіздік комитетінің агенттері араларында жай бар жарты бастар. Халыққа, қазақ қоғамына айырмашылығы жоқ. Бұл сұмырайлар бізді жалған бағытқа шақырып атқан не себептен? Бұлар ұлттық қауіпсіздік комитетінің агенті ма, әлде жай топас жарты бас па? Саясаттануда бұндай түсінік бар. Пайдалы нақұрыс, полезный идиот. Интернеттен оқысаңыз болады. Бұлардың басының көбі сондай анау ұлттық қауіпсіздік комитетпен вербовкадан өтпесе де, нақты, нағыз жаңағы айтқандай пайдалы нақұрысын жұмысын атқарып жатыр. Сондықтан саясат алаңына шыққан мейліңген болсын, Ержан Тұрғынбай бола ма, Бияшев бола ма, Доңған басқа бола ма, сын пікірмен қарау керек та, сондай призм арқылы қарау керек. Сынап, тексеріп, және бұлардан талап, мінекей тек қана рухын көрсету, басқа бір қабілет емес, білімді болу керек. Заман қазір, мінекей, заман кімде? Заманды мына байгені кім алып жатыр? Ең білімділер, ақылдылар. Мінекей, осыған назар аударыңыздар. Әйтпесе тілге шешен біреулер шыға береді, соттан алып, тартылдатып кетеді, халқы мына жаққа кеттік. Міне бағыт, біздің бағыт деп. Мал қораға бірақ тығады. Мал қораға. Мен бұл неге бұларды қатты сынайтындай қақым бар дейсіз ғой. 18 жылдан бастап мен бұлардың бәрін шақырдым. Жігіттер, қыздар, отырайық столға. Мінекей, біз азаматтық қоғамда жұмыс жасап жатырмыз. Міне бар билік сатқын, міне халық қиналып жатқан, азапталып жатқан. Біз азаматтық қоғам ішінде мінекей сондай өзімізге жүк алдық, халықтың атынан сөйлейміз деп, отырайық деп. Біреу де отырған жоқ.
Біреу де отырған жоқ. Сол 18-ші жылдың мен аяғында бастадым, 19 жылы. Сосын 19 жылы мамыр айында мен жаңағы Киевте жинадым 7-8 адамды. Одан кейін 1 маусым күні 19 жылы құрылтай ұйымдастырдым Астанада. Мен сонда түсіндім бұлар кім екенін. Бұлар барлығы жаңағы бастың көбі мына билікпен басқарылады. Ешқашанда бұлар бірікпейді, отырмайды. Ал негізінде бұлар қоғам жаңағы пікірін лидерім деп есептеледі ғой. Лидер общественного мнения дейді. Мен ойым болды, олардың басын қосып, ақылдасып, сосын мына сұм жүйеге қарсы ортақ стратегия құрайық күрестің деп. Олар бармайды. Идея қиын емес қой. Бірігіп, сосын халықты бір жерге жинау. Бұлар керісінше, бұлардың жоспарлары мың бағыт, неге тартады бағытқа. Жаңағы үшеу емес, Шортан, Шаян, Аққу жоқ, мың. Ал бұның барлығы жаңағы мен көріп тұрмын, мына жақтан келе жатыр. Мына сұмырайлар, ФСБ, КГБ методичкалары, сөйтіп мен жақында бір тезис қоғамға шығардым ғой. Мынау отарлау қалай жасап жатыр? Бұлар Қазақстанды отарлау колония қылды, 300 жыл болды, 300 жыл. Ал енді мынау ішінде, қоғам ішінде жай отырмай жұмыс жасап жатыр. Қоғам, қазақ халқын отар қылып бөліп, мың жаңағы отарға. Сөйтіп аға шопан белгілейді. Тайжан аға шопан Шораев, аға шопан Мамай, аға шопан Бәпи. Міне, Арайлым Назарова, кім анау Айгерім Төлжанова. Бұлар ешқашанда бірігіп бір-бірімен халықты бірнетпейді. Бұл сұмырайлар бұлтыр айтты ғой, біргеміз деді ғой. 40 күні жаңағы президент сайлауының алдында. Ешқашанда бұлар сөзге сай жұмыс жасамайды. Ұран тастайтса, сосын еге құйрықтар жоқ болып кетеді. Қайда? Сол біргем дегендер. Маған тауып беріңдерші қазір, саясаткерлерді. Маған сенген жоқсыңдар ғой. Міне биылда не болды, тағы да біргеміз, парламент құрамыз, бүйтем. Мен айттым, сенбеңдер, бұлар Ақорданың піштірілген кастраттары, әтектері, жаңағы гарем, Ақорданың гаремі дедім. Бұлар Ақордаға ешқандай зиян келтіре алмайды. Бұлар піштірілген, бұлар жай секендеп, сайлау науқанында шығады да, халықтың бүліктіріп, назарын аударады да, сосын жоқ болып кетеді деп. Маған сенген жоқсыздар. Маған бір саясаткерді тауып беріңдер жаңағы. Жоқ. Бұлар келесі науқанда шығады дағы, дым болмаған сияқты. Қашан қалданып жүресің қазағым? Қашанғы? Саяси сауатты болмасаң, тағы да қайталайым. Мейлің қай салада, қандай деңгейде өстін, пістін, неге жеттің, жетістікке. Доктор наук физико-математических, мына сұмырай бар, Асқар Жұмаділдаев, басқа салада мейлі доктор бол, Нобель жаңағы марапатына кандидат бол. Бірақ саяси сауатсыз болсаң, мына сен жетістіктердің бәрін құны көктейін. Себебі ең маңызды, әсіресе біздің жағдайда, біздің қоғамға, қазақ халқына саяси сауаттылық. Сондықтан жаңағы мен айтып жатқан біреуді жарты басты белгілеп жатырмын ба? Не үшін? Халықтың бетін одан қайтару үшін. Халқым бұған алданбаңдар. Бұл жарты бас, топас, пайдалы нақыр. Ол бір кейбіреулерін нақты белгілейін, бұлар ұлттық қауіпсіздік комитетінің агенттері. Себебі уақыт көрсетті. Мен бұлардың болжам жасап айтып жатқан болсам, сол Ринат Заитовты. Кеше, есіңізді ғой, кеше ғана 19 жылы. Мен Назарбаевқа мен жарайды, мен Нұр Отан бәрі кінәлі, парламент кінәлі деп сөкті ғой, әкесін танытты. Не болды қазір? Аманат мен, аманат сен деп әндетіп кетті. Ішіне кіріп алып, мәз болып секіріп отыр. Аманат сол Нұр Отан, ал Нұр Отан ол не? Ол КПСС. Елді басқарып жатыр коммунистер. Елді басқарып жатыр орыс әлемі бүгінгі күнге дейін. Бірақ саяси ұйым, саяси күш, еркін қазақ қозғалысы. 18 жылы мен мәселені көтердім. Ұлттық азаттық күреске шақырамын деп. Ұлттық азаттық қозғалыс туын көтердім еркін қазақ деп. Халық түсінген жоқ. Ең қызығы, былтыр қазақтың қанын судай құйып, жазалау операцияны өткізді кезінде аталарымызға қарсы сияқты. Орыстар кіріп пулеметпен, автоматпен, снайпер винтовкамен қырғанда, соның өзінде мына жарты бастар көрмеген сияқты орыс әлемін көрмейді. Бұны айтуға бата алмайды. Мысалы, мен айтып жатқанымда жеткілікті ғой. Көріп, міне, мен дәлелдерін бәрін көрсетіп жатырмын. Естімеген, көрмеген сияқты. Назарбаев пен Тоқаевтың тартысы, жаңа Қазақстан бізге бермей жатыр әлі Назарбаевтың адамдары деп боғын езіп, тілін шайнап отырады. Жоқ ешқандай жаңа Қазақстан. Жоқ ешқандай ескі Қазақстан. Бар колония.
бар сол орыстардың біздің отаршылығы бізге жасап жатқан мінекей басым шыққан жоқпыз. 300 жыл бұрын қалай басып алды мынау сұмырайлар орыс әлемі. Біз солардың отаршылығынан шыққан емеспіз. Сондықтан басты мақсат қазақ халқы не қандай азаттыққа күресу керек. Ал бұл жерде ұлттық азаттық күрес идеясы анау бүгінгі күні күрестің жаңағы біз пулемет автомат алып шықпаймыз ғой кезінде ұлттық азаттық қозғалыс деп. Партия ашамыз деп. Халық таңдауы партияны ашамыз деп осы идеяда интернетті, Құдайдың берген интернетін пайдаланып, 50 мың адам жиналып, біз бірақ шығу керек та билікті қолға алу керек. Қалған мынау мылжың жартыбастар, пайдалы нақұрыстар, сатқындар, ұлттық қауіпсіздік комитетінің нелері, оның ішінде жаңағы 90% бірыңғай нарциссттер. Бұлар ешқашанда былай қосылып, ал қосылу деген не? Бірігу. Ол өзінің беделін ортаққа салып, мына бағыну. Неге бағыну? Ортақ идеяларға, қазақтың идеясы. Бұл сұмырайлардың басының көбі нарцисс жақсы көреді, мынау соткада өзінің жүзін көріп, коммент оқып, ой, молодец, серік, берік, анау, мынау, арайлымка деп, содан шыға алмайды байғұстар, ауыр адамдар. Ол бір мәселе. Екінші бәле, жартыбас, түсінбейді, саяси ахуалды не болып жатқан сараптама бере алмайды. Тек жаңағындай өзінше мен рухтымын, бүйтем сөйтем, одан артық шыға алмайды. Пластинканы басқаларын қозғамай қойын, сол Мамайдың пластинкасын тыңдасаңыздар, айналатыны. Виниловая пластинка дейді. Маған сотқа берді. Мен сотқа бердім. Мені соттап жатыр, мен соттап жатыр. Болды. Басқа ештеңе жоқ. Тайжанның соңғы бейнесін қараңыздар, 2-3 ай болды ма? Мені кім іздеп жатыр дейді. Өшіп қалды содан. Қалай халқым, мына алаяқтарға тағы да назар аударып, уақытынды кетіріп жүресің. Мына жартыбастарға, агенттерге, мына саяси ақордан гаремін өкілдеріне, алаяқтарына. Уақытты босқа кетірмейік. Украина соғысты жеңгенімен автомат түрде бізде ештеңе өзгермейді. Қырғыз бауырларымызды қараңдар. Олар күтіп тұрған жоқ, қашан Украина кімді жеңетінін, Путин жығылатынын. Міне, бір ай болған жоқ. Заң шығарды. Орыс тіліне тыйым салынды. Үкімет мекемелерінде. Үкімет мекеме, президент әкімшілігі, парламент, үкімет жұмысы, акиматтар, сон, бүкіл жерде ГАИ. Ал оның сыртында мұғалімдер дейді, және денсаулық саласында жұмыс жасайтындар бәрі үкіметтің жұмыскерлері, себебі ол бюджеттен ақшалады дейді, сондай заң шығарып, бәрін іліп қойды. Қырғыз тілін міндетті түрде меңгеріңдер. Болмаса жұмыс жоқ. Бұл үлкен соққы болды орыстарға. Орыстар шыңғырды. Мен материал қойдым, Лавровтың ауызы қисайып кетті, ырғиып кетті. Міне, қырғыз бабаларымыз көрсетіп жатыр. Ақылды, сауатты, араларында саясаткерлер бар, түсінігі бар. Ал біздің Қыртынбаев, мұлжындар Украинада қазір женет, сосын бізде жақсы болады. Бүкіл жерге аватарка салып қойып, біресінен тындырып атқандай, тәңгіш келген Украина әңгіме қылады. Сен боғын езгеннен Украинаға ыстықта емес, салқында емес. Украинаға жан ашып тұрса, еркін қазақ қозғалысын, халық таңдау партияның туын астына жиналып, 50 мың адам жиналайық та билікті қолға алайық. Сол күні шекараны жауып тастаймыз, Ресеймен визалық режим жасаймыз. Сол күні. Сонда санкциядан бұлар айналетеме тығыла алмайды. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Қытай ешкімде жасалмайды. Не темір жолмен, не көлікпен, не самолетпен санкцияны айналып өте алмайды. Міне әрекет. Бұл жарты бастар оған ешқашан бармайды, достар. Осыны түсініңіздер. Мақұл 29 минут, мен өзімді ойымды жеткіздім. Алданып керегі жоқ. Бірақ саяси ұйым күш бар. Дұрыс бағыт көрсетіп тұрған, ахуалды өзгертетін, ахуал қалай өзгеру керек? Украина жаңағы орыстың жыққанын күтіп керегі жоқ. Қазақ жиналып саяси күш құрып, әскер билікті қолға алу керек. Азаттыққа ие болу керек. Оның сыртында жалғыз саяси ұйым бар, кімде бағдарлама бар. Елдің ішкі саясаты, сыртқы саясаты толық талқыланып, сараптама жасалды жоғары деңгейде. Және де көрсетілді жол, бағдарлама, қалай біз тығырықтан шығарамыз. Осы айтарым, достар, қорытынды шығарыңдар. Қалай болса да тағдай айтамын. Саяси сауатты болмай,
саясат жұмысында, мына саяси алаңда біз жетістікке жете алмаймыз. Бірінші, саяси сауатты болайық. Саяси сауатты болу үшін, ешкімді былай гений болып, білімді болып тумайды. Міне осы каналға жазылыңдар, басқа адамдарды тартыңдар. 3-4 жыл қойылған бейнелер, 5 жыл қойылған бейнелер бәрі актуальды. Мына бейнелерді тарата беріңдер. Мына бейне болсын, 1 жыл, 2018 жылы қалай жасалды? Бірде қате болжам, қате сараптама жоқ, актуальды бәрі де. Бізде қазір блокада, ақпараттық блокада. Толық 100% бұқаралық ақпарат құралдары билікпен басқарылады да, мейлін жекеменшік болсын, мейлін блогер болсын, сөйтіп халық миын улап жатыр. Атака жүріп жатыр, үлкен атака. Оның сыртында жалған Нұр имамдар КМВ-ның ұлттық қауіпсіздік комитетінің жұмысын жасап жатыр. Бақылайсыз ғой, ақшаларды құйып жатыр оларға. Мына кәдімгі Қатардағы уағызшы имамдарға джип, ланд-крузерлер сыйлап жатыр. Ол қайдан түсіп жатқан ақша? Әрине, биліктің жадап жұмысымен. Не үшін ол жаңағы сауатсыз надан Нұр имамды бұлар солай көтеріп жарылқатып жатыр? Себебі олар жүйеге жұмыс жасап жатыр. Ал бұндай ахуалда сіздер мына каналды жаңағы халық тыңдамаса, ақпарат алмаса, сауатын көтермесе, біз ешқашанда шыға алмаймыз. Совет одағында сияқты, неге халық сондай болды? Миллион улап тұрды. Северный Корея сияқты. Миллион улап тұрады. Оның сыртында террор жасап тұрады. Сондықтан бірінші біз саяси ағарылуымыз керек, саяси сауатымызды көтеруіміз керек, ал ондай жолға шығу үшін сен табуың керексің. Не кітап, не мына арна. Мына арна басты менің жұмысым осыған бағытталады, мен түсініп тұрмын. Қарапайым халық түсінбей, мынау саяси алаңда қандай ойындар жүріп жатыр, кім қандай жұмыс жасап жатыр, кім сатқын, кім алданып жүр, кім жаңағы айтқандай жарты бас, топас. Ол ақылды. Ол жаңағы демократияны қолдайды, бірақ жеткіліксіз. Бұл жерде сен мынау жүйемен қарсы шығып жатсың ба? Сен интеллектуалды потенциалын, сен білімін одан асып кетпесе, қайсынан дұрыс болады асқан? Кем болмау керек. Ал сен жаңағы мен белсендімін деп жай кеуденің соғып, мен рухым жетеді деп, ана Ерлан Кенешбаев деген бір топас бар. Рухым, алаштар айтты, елге қызмет жасау. Ол білімнен емес, рухтан деп, Ол топас Қосановты насихаттады. Ол топас Ахметбек Нұршаланы насихаттады. Ол топас Ринат Зайытовты насихаттады. Міне, білім керек, түсінік керек. Осы айтарым, достар, 32 минут. Халық таңдау партияның қатарына қосылыңдар, қолдаңдар. Бірақ, мінекей, бүгінгі күні дұрыс жол көрсетіп тұрған, дұрыс бағыт көрсетіп тұрған, нақты баға беріп тұрған елдегі ахуалға және де ең басты тақырып қойып тұрған билікті қазақ халқының қолына деп тұрған еркін қазақ қозғалысы және де халық таңдауы партиясы. Жаса қазақ, еркін қазақ.